осы бағдарламаның мүмкіншіліктерін айтып кеткім келеді. Бұл бағдарлама әмбебап, яғни оның бірнеше қыры бар екенін қазір көзіңіз жетеді. Екіншіден, тегін трафигі бар. Үшіншіден, қолданысы қарапайым. Тегін трафигі for education ағылшынша немесе орысша для образовательной цели деп аталады. Соны таңдау керек тіркелген кезде. Сол барлық жағдайда оқытушылар үшін тегін болып табылады. Тіркелгеннен кейін осындай canva.com деген интерфейс ашылады. Бұл бағдарламаның бір ерекшелігі видеоны, аудионы, фото және әртүрлі графикаларды, инфографикаларды осы жерден тегін алуға болатындығында. Жалпы Canva ол дизайн жасау платформасы 2012 жылы Сиднейде негізі қаланған екен. Әлемнің 190-ға жуық елінде 20 миллионнан астам қолданушысы бар. Мүмкін дәл қазір ол сан осыдан бірнеше есе көбейгенде шығар ойдамын. Canva-мен не жасауға болады? Жұрт алдына шығатын ақпараттың барлығын осы Canva-да десеңіз өкінбейсіз деп айта аламын. Себебі осы жерде презентациялар, виртуалды кластың безендірілуі, инфографика бар. Жұмыс парақшалары мен сабақ және жеке өмірдің жоспарларына дайын парақшалар тұр. 75 миллионнан астам тегін премиум фотолар және видеографикалар бар. 420 мыңнан астам шаблон, 303 мыңнан астам шрифт түрі бар. Білім алушылар үшін тапсырмалар мен жаттығулар жинағын кәдімгі үлестірмелі парақ ретінде беруге болатын офлайн өмірде де, онлайн өмірде де кең қолданысқа ие парақшалар бар. Google Диск, Dropbox'те сақталған ақпаратты алуға мүмкіндік бар. Сонымен қатар YouTube-та, Lipfay және басқа да видео ақпарат көздері арқылы өз жобаңызды қозғалыс әрекетке бейімдей аласыз. Canva-ның ерекшелігі біріншіден білім беру мақсатында қолданатындар үшін тегін, жаңа басында айтып кеттім, for education немесе для образовательной цели деген таңдау керек. Ақылы тарифтері де бар, бірақ осы тегін тарифтің өзін мен 2 жылдан бері қолданып жүрмін. Барлығын бірдей қолданып біту мүмкін емес, сондықтан да осы тегіннің өзі көп мүмкіндік беретінін айтамын. Екіншіден, бұл платформаның компьютерде де және мобильдік құрылғыда да қолдануға болады. Үшіншіден, дайын презентациялар, инфографика және тағы басқаларын өз қалауымызша түсін, түрін, жазуын барлығын өзгерте аламыз. Жоғарыда аталғандардан басқа қолданушылар өз фотосы мен видеосын жүктеп презентацияға немесе дайын шаблондарға қоса алады. Келесі бір ерекшелігі, сан мыңдаған шаблондар, видеолардың қолданысы презентацияның визуалына ғана емес, ми шабуылынан бастап басқа да әдіс тәсілдерді қолданып жаңа тақырыпты меңгертуге көмектесетіндігі. Оқытушылар бұл бағдарламаны тек білім алу мақсатында, білім беру мақсатында ғана емес, әлеуметтік желідегі өмірлерін әрлеу үшін қолдана алатындығы бұл осы бағдарламаның құндылығы деп айтар едім. Шәкірт және оқытушы үшін тағы бір үлкен құндылық ол жеке бренд қалыптастыру үшін дайын шаблондар, фотолар, видеолар, сонымен қатар әртүрлі элементтер, мәтіннің түсін өзгертуге болатындығы, фон таңдауға болатындығы, жүктеу, өз фотоларыңызды жүктей алуға және жасаған дүниеңізді жүктеуге болатындығы, сонымен қатар аудиоларды қолдану, бұл тағы да бір үлкен құндылық екенін баса айтқым келіп отыр. Canva әлемі әртүрлі әдіс тәсілдерді қолданып, тапсырма мен жаттығуларды, ұзақ және қысқа мерзімді жобаларды, топтық жұмыстарды ұсынуға арналған әмбебап бағдарлама ретінде қолданылады. Егер оқытушының шығармашылығы мен технологияға деген сүйіспеншілігі болса, осы платформа көмегімен уақытын үнемдеп, үнемі шаршау мен қайдан нені аламын деген сұрақтардан құтыла алады. Ең бастысы, тіл үйренушіге, студентке, оқушыға меңгертетін мазмұнды материал болса, оны орналастыру, тарату, түсіндіру мәселесін Canva-мен бірге шешуге болады. Келу жолы өте қарапайым. Canva.com деп теріп жазып, регистрация дегенді басамыз және ары қарай өзіңіз туралы аты жөніңізді, логиніңізді, парольді толтыру керек. Қазір мен сіздерге практикалық жағынан көрсететін интерфейске түсетін боламыз. Мына жерде жаңа мен сіздерге айтып өткен негізгі бетіне түстік. Осы жерде қарап отырсаңыздар, 3-4 жастағы балаларға арналған раскраска, изобразительное искусство дейді, яғни тарататын қағаздарыңыз, рабочий листы, өзіңіздің жеке өміріңізді, сабағыңызды жоспарлайтын күнтізбе, одан қалса карточкалар әртүрлі, интерактивті тақталардың түрлері, инфографика, презентациялар, осылардың барлығын топтық жұмыс жасауға мүмкіншілік беретін, барлығын қарастырып, сабағыңыздың мақсатына, пәннің атауына, тақырыбына қарай қолдануға болады. Сонымен PDF жасау үшін біз не істейміз? PDF кітапша жасау үшін создать дизайн дегенді басасыздар. Міне оң жақтан көрдіңіздер, оң жақта жоғарыда создать дизайн деген түймешік тұр. Соны бастып, мына жерде қайсын таңдайсыз? Презентация на тему образования, обучающие видео дейді, инфографика, плакат в класс. Қайсыны алғыңыз келеді? Мен презентациямызды PDF кітапшаға айналдырғым келіп отыр. Сондықтан осыны таңдайып, қазір парақ ашылады. Міне презентацияның
түрі бар, тек қана таңдау жасау керек. Мысалы, осы жерде записки педагога дегенді алайық. 18 бет бар екен. 18 беттің барлығын применить деп басайын. Енді записки педагога дегенді педагогтың жазбалары деп өзгертейік. Бұл қазақ тілін қолдануға болатындығы бір үлкен плюсы. Және мына шрифті мен кішірейте аламын, өзгерте аламын. Жоғары жағында қарасаңыздар, шрифт таңдауға болады. Мен өзім жақсы көретін Times New Romanға қояйын. Қазір қойдым. Енді жирный қылдырғым келеді, педагог жазбалары, және түс бергім келеді. Мына жерде ақ емес, мысалы, мен көк түсті алайын. Көк түсті алдық. Және мына жерде образование без границ дейді. Бұны жазсаңыздар да болады, жазбай өшіріп тастауға да болады. Келесі бетінде проблемы дейді. Дайын тұр, жаңағы қайдан нені алам демейсіз, тек қана алып тастап өзіңіздің сабағыңыздың мазмұнын қоя беруге болады. Мәселелер немесе жаңағы проблемалар деп осы жерге жазып мәселелер. Мына жерде ең бірінші қандай мәселені шешесіз, екінші қандай, соның барлығын жазуға болады. Енді мен осы жерде сурет, видео қойғым келіп тұр, сондықтан да қазір мен соны қалай қоюдың жолын көрсетейін. Егер де біз PDF вариантта шығаратын болсақ, суреттеріміздің қозғалмайтын болғандығы дұрыста, ал егер де онлайн форматтағы сабаққа қолданатын болсақ, әртүрлі қозғалыстағы суреттер, жазбаларды қолдануға болады. Элементі дегенге кіріп, осы жерден не іздейсіз? Мысалы, Zoom-ға байланысты келесі сабақ бізде Zoom әлемі туралы, сондықтан Zoom деп басып, Zoom-ға байланысты мынандай ақпараттарды, суреттерді қоюға болады. Мына Zoom-ның логотипін алдым. Мына астындағы нені ұстасаңыздар, жан-жаққа қарап тұрған стрелканы өзгертуге болады. Айтып қоюға болады мына жерде, мына әртүрлі қалай ұнайды сізге. Одан кейін мына суретті таңдағым келіп тұр. Zoom-да біз топпен және жеке жұмыс түрлерін жүргізе аламыз деп, Zoom-да мінекей Zoom деп жаздық. Енді мына жерге мен бірінші текст дегенді басамыз. Мына жақта текст, добавить заголовок. Енді осы жерге мәтінді жазғым келіп отыр. Zoom-ның ерекшелігі бірінші жеке және топтық жұмыс. Екінші тағы да осы жерден добавить заголовок деуге болады, немесе алдындағы жазбаны көшіріп алуға болады. Видео түсіру, чаттағы жұмыс деген сияқты айта беруге болады. Келесі сабақта біз қарастырамыз оның барлығын. Қазір міне жазбаны қалай жасауға болатындығы, оның түсін өзгертуге болатындығы, оның шрифті өзгертуге болатындығы жайында көрсете кеткім келген. Мені сары түске бояп, Times New Roman'ды таңдап, жирный қылдырғым келеді, курсивті басқым келеді. Міне сонда жазбаны өзгерттік. Келесі слайдта видеоны қойып, ол видеоны біз сіздерменен загрузки дегенді бассаңыздар, жұмыс стөліңізде тұрған міне устройство дегенді басып, осы жерден жұмыс стөліңізде тұрған видеоны немесе суреттерді бәрін алуға болады. Мен түсіріп қойдым. Қазір уақытты үнемдеу үшін қайтадан загрузкиге барып, мына жерде өзіңізді жазуға болады, записать себя дегенді басып. Міне видеоны қойдық. Немесе осы Canva-ның өзінің видеоларын қояйық. Қазір мына жерге қандай видеоны қоямыз? Мына жерде орысша немесе ағылшынша жазсаңыздар түсінеді. Элементі дегенді басып, осы жерге онлайн учитель дегенді басайық. Неше түрлі суреттерді шығарып береді. Фото, мына жерде графика, одан кейін аудио, видео алуға болады. Біз графикадан бір қозғалмайтынды алайық қазір, өйткені PDF-қа жібереміз ғой. Міне мынаны алдым. Одан кейін үшінші осы суретті алайық. Және осы жерде жазба қосуға болатынын байқадыңыздар. Сонымен астына өзгертіп, жаңағы дайын осы презентацияны өз қалауларыңыз бойынша қандай мақсатта қалай қолданғыларыңыз келеді, соның барлығын осы жерде өзгерістер жасауға болады. Енді біз оны қалайша PDF-қа айналдырамыз. Егерде онлайн форматта қолданғыларыңыз келсе, мына жерде минут, секундын қоюға болады. Бір слайдыңыз қанша көрсетсін? 9 секунд па, 27 ма, 30 секундқа дейін, яғни жарты минутқа дейін, 30 секундқа дейін көрсетуге болады. Әдетте 9-10 секунд қоям. Сөйлеп болғанша тұратындай, ол егерде сіз онлайн форматта видео ретінде қолданғыңыз келсе. Сонымен PDF форматқа осы презентациямды айналдыру үшін скачать деген түймешікті көріп тұрсыздар, соны басамын. Осы жерде стандартный PDF рекомендуемый дейді. Бірақ егерде сіз видео ретінде жібергіңіз келсе, осы ақпаратты видео MP4 дегенді басасыз, немесе сурет ретінде көрсеткіңіз келсе PNG немесе JPEG дегенді басасыз, және мынау CVG деген бұл ақылы, бұны баса алмаймыз ешқандайда. PDF файл для печати болса, осы бөлімді аламыз. Сонымен біз стандартный PDF файлды бастық. Енді скачать дегенді басамыз. Қазір бұл көшірілгеннен кейін мен сіздерге сол дайын PDF кітапшаны көрсетуге тырысамын. Ол бізде PDF кітапша педагог жазбалары деп көріп тұрсыздар. Ашқанда
міне шығып жатыр. Қай жерге сақтағымыз келеді? Жұмыс үстелі, флешка сақтап аламыз да, соны ары қарай қолданатын боламыз. Бүгінгі айтылған дүниеге шолу жасап, қорытындылайық. Canva арқылы біз сіздерменен қандай оқытушының ойына қандай жақсы идея келеді, соның барлығын іске асыруға болады. Мына жерде қарасаңыздар, міне социальные сети, персональный деп тұр ғой, осылардың барлығын образование, диплом, грамота, сертификат, план урока барлық жерде өзгертіп, өз қалауыңызша істеуге болады. Тіпті зумға арналған фондарға шейін бар. Интеллект карта, открыткалар, осылардың барлығын аватаркілер бар. Қолданып сабағыңызды әсемдеп, безендіріп, жалпы өзіңіздің жасағыңыз келген PDF кітапшаны жасап шығаруға болатын сондай бір тамаша бағдарлама. Бүгінгі алған ақпарат сіз үшін пайдалы, тиімді және мазмұнды болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше аман сау болайық, жақсы күндерде жақсы көңіл күймен кездесуді нәсіп етсін. Сау болыңыздар.